Саламатсыздар ма? Бүгін біз енді осы аяқ киімді тоқитын боламыз. Мен бұл аяқ киімді 36 размер алдым. Ақтабан көріну үшін осындай түс алдым. Енді табанымызды алып, жерден өзіме белгі қойып алдым. Сол белгіден бастаймыз. Осыншадай жіп қалдырып, бірінші ілмегімізден жіпті өткізіп, бұл жерге бастағанда бірінші біреу аламыз, келесіге үшеу. Екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Үстіп барлық нелерімізге, яшығымызға үшеуден тоқып, айналдырып, осы жерге алып келеміз. Мына енді мына жерден бәрінен үшеуден әр яшыққа тоқып шықтық. Енді соңына келіп жеттік. Біреу, екеу, үшеу. Енді мына басында тоқылған біреуімізге үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді осы келесі мынау неге екеуінің ортасына тоқылғанның жұмыс жібімізді алып шығып, мынау күржіктағы жібімізден өткіземіз. Енді осы жерде басындағы макасыйларды біз алдыңғы жағынан тоқиын едік. Бұны енді артқы жағынан тоқимыз. Арт жағынан іліп аламыз. Күрчегімізді артқы яшықтан кіргізіп, мына жұмыс жібімізді алдына шығарып, жұмыс жібімізді күрчектағы екі жіптен өткіземіз. Жай тоқығанымызда, алдынан тоқығанымызда, мына қазір табанымыз сәл жатып тұратын. Ал іш жағынан, күрчекті іш жағынан салып, тез қаратып тоқсақ, нелеріміз осындай әдемі болып шығады. Түзу осы ненің табанның төбесінде тұрады, әдемі болып. Сәл қиындау болады, бірақ әдемі шығу үшін. Осындай әдемі болып шығады. Бойымен әдемі түседі, тіке түседі. Осылай тоқып, арт жағынан тоқып, іліп алып, мына жаққа шейін алып келеміз. Мына жерге айналдырып, мына жерге алып келдік.
Мінеки соңына жеттік. Енді осы жерден аяқтаймыз. Мына екі жібімізді біріктіріп, үстіп аяқтаймыз. Енді мынау даламыздың арт жағынан белгі қойып, ортамызды тауып белгі қойып, жұмыс жібімізді алып 9 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Үш жерде мынанша жіп қалдырып, мынау төбесінен алмай, мынау немен ұяшықпен бірінші ұяшықтан кіргізіп, екінші ұяшықтан күрчегімізді шығарып, сөйтіп бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Мінеки мынау бірінші неден ұяшықтан кіргізіп, екінші ұяшықтан күрчегімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, бірінші ұяшықтан ілмегімізді кіргізіп, тығыз тоқып қойыппын. Жұмыс жібімізді алып шығып, осындай немен осы жерге жиналып келеміз. Мына бетке келдік. Енді мынау ішкі жағын жай тоқимыз. Мынау көтермей, мына жібіміз көтермей, осылай келесі ұяшықтан жай тоқып шығамыз. Сәл бос тоқиын, бісем орталарына ілмекті кіргізу сәл оңайлау болсын. Енді мынау жаңа мына жақтан тоқығаным 9, 9, 18, 19 қатар болды. Енді осыны оңғаратып, жіп көтермейміз. Бірдестен мынау бірінші ұяшығымызға ілмегімізді кіргізіп, екінші ұяшықтан шығарамыз. Сөйтіп, жібімізді алып шығамыз. Мына бірінші ұяшықтан кіргізіп, екінші ұяшықтан ілмегімізді алып шығып, жұмыс жібімізді алып шығып, тоқимыз. Қатты қыспай, орташа қылып тоқсаңыздар болады. Өйткені жіп жүруде сәл қиын болып кетеді.
Мінекей соңына келдік. Енді осы жерден мынау осы тоқылған қатардың мынау түбіне ilmeğimizi kırgızып жұмысшып алып шығып артқы неден іліп аламыз. Келесіге 2, 3, 4, 5 жай іліп аламыз. Енді ішкі жағын тоқимыз. Қайтадан көтермейміз, осылай келесі неге жай тоқимыз. Ішкі жағын жай тоқып кетеміз. Орамсыз. Мінекей енді бағана түбінен алғанға оны қалдырып, бір ілмек қой, бір ұяшық қалдырып келесіні біріктіреміз. Ортаға біреу қалдырдық. Екеуін біріктіреміз. Соңғысы қалды. Енді осы жерде түбіндегісін қайсы болып тұр. Түбіне жүгімізді іліп, осы жерден іліп аламыз. Біреу, келесіге 2, 3, 4, 5 жайылып аламыз. Мына шетіне келдік. Енді осы жерден жаңағы бірінші ұяшыққа кіргізіп, екінші ұяшықтан ілмегімізді жіпті алып шығып, екінші ұяшықтан жұмыс жібімізді алып шығып, солай тоқимыз. 2, 3. Осылай мына бетке шейін алып барамыз. Сосын осындай қатардан 4 қатар болу керек. Мына аяқ киімде мінекей 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4 қатармен бітті. Осылай қиғашынан тұрады, аяқта жақсы тұрады. Осылай жақсы ұстап тұрады. Мінекей мына жерге төбе жағын тоқып атырық. Осы аяқтайтын жеріміз. Мынау бірінші ұяшықтан кіргізіп, екінші ұяшықтан шығарып, жұмыс жібімізді алып шығып, осылай. Бірінші сәл қиындау болады, кейін қолдарыңыз тез үйреніп кетеді. Аяқтағанда осы бетінен аяқтаймыз, узормен аяқтаймыз да. Осылай, ең соңғы. Енді осындай тепкішек болып тұрады. Содан мынау
мынау бірінші қатардың түбіне жұмысшымызды алып шығып, аяқтаймыз. Бұл кейін осы бүйтіп келгенде, мысалы, бірінші мынау узорымыз, екінші, үшінші, төртінші, мынау бесінші узорды осы табан осылай қарап тұрғанда мына бетінен аяқтаңыздар. Міндетті түрде осы бетінен аяқтау керек. Міне жерде біз мынау ортамызды тауып алдық, бұл жерді белгілеп қойдым. Содан кейін ортаны тапқаннан кейін мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші неге ұяшыққа жіп байладық. Мына жақтан да дәл солай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші ұяшыққа жіп байлап қойдым. Қаттырақ байлап қойыңыздар. Енді осы жерден сол жағынан, жаңа мына жақтан аяқтадық қой. Енді сол жағынан бастаймыз. Жібіміз тұрған жерде жібімізді іліп, осы жерден бастаймыз. Сосын жіп артық қалдырып, жай іліп алып, енді келесі ұяшыққа жай орамсыз жай іліп кетеміз. Бұл іш жағын тоққанда осындай жай тоқып кетеміз. Осылай тоққан кезде мына жермен осы жердің арасы қанша болды санап, мына аяқ киімді арасы сонша болу керек. Кейін мына бетте де сөйтіп есептеп қойыңыздар. Екі жағы бірдей болған дұрыс негізі. Енді осы жаймен осында іліп, мынасымен өткізіп, осы жерге шейін жіп белгілі қойған жерге шейін алып келеміз. Несіне келдік, соңына таман келдік. Жай іліп бара жатырық. Белгімізге келдік. Белгімізді алып, осы жерден аяқтаймыз. Енді біреу көтереміз төбеге қарай. Енді мына бетіне өрнегін саламыз. Мынау осы жерден бірінші ұяшыққа кіргізіп, екінші ұяшықтан шығарып, жұмыс жібімізді алып шығып, енді мына жақтағы жұмыс жібімізді екеуінен өткізіп аламыз. Қайтадан мына ұяшыққа кіргізіп, мына екінші ұяшықтан шығарып, жұмыс жібімізді алып шығып, жұмыс жібімізді екеуінен өткіземіз.
осындай өрнек шығады. Осылай тоқып, мына бетке шейін алып келеміз. Айналдырып, мына бетке шейін алып келеміз. Мына жерге келдік. Соңына келейін деп тұрық. Осылай. Мынау ұяшықтан кіргізіп, келесі ұяшықтан күрчегіміздің жұмыс жібімізді алып шығып, үстіп тоқимыз. Мынау ең соңғысы. Аяқтадық. Енді осы жерде бір жұмыс жібімізді көтеріп аламыз. Сөйтіп, ішкі жағын тоқимыз. Ішкі жағын келесі ұяшыққа орамсыз тоқимыз. Жай тоқимыз. Осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып шығамыз. Осылай болып шығып жатыр. Мінекей, енді осындайдан мына жақтан айналып, мына бетіне кеп тоқтаған жерімізден тағы бір көтеріп, осындай бір қатар, екі қатар, үш қатар, төрт қатар тоқимыз, айналдырып. Алма кезек. Қазір осылай оң қаратып, жаймен тоқып кетеміз. Мынаға келіп, бір петля көтеріп, қайтадан узор саламыз. Мына жаққа шейін қайтадан межеден бір ілмек көтеріп, қайтадан оң тоқимыз, жаймен оң тоқимыз, узорсыз. Мынаға келген кезде бір петля көтеріп, қайтадан узормен тоқимыз. Сөйтіп осындай 4 қатар болу керек. 1, 2, 3, 4.